Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен сиыр етінен және сиырдың тоқ ішегінен жасалатын қима әзірлейтін боламыз. Бұл қиманы ет асқанда шұжық ретінде қолдануға болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бізге керекті заттарымыз сиырдың қол еті және сиырдың тоқ ішегі. Ол тоқ ішек әбден тазаланып жуылады, бірақ айналдырылмайды. Және майдаланып туралған сарымсақ, 250 грамм тұз, қара бұрыш. Сиырдың қол етін тоқ ішектің өлшемі бойынша кесіп аламыз. Өлшем бойынша еттеріміз кесіліп алынды. Енді керекті тұзымызды, сарымсағымызды және бұрышымызды араластырып аламыз. Тоқ ішектерімізде қатты ұзын қылмай кесіп алынды. Ал енді осы тоқ ішектерге кесілген етімізді алып, оған тұз бен сарымсақтарымызды жағып, айналдырамыз. Айналдырар алдында тоқ ішекті кішкене ішке қарата бүріп кіргізіп аламыз. Осымен сиыр етінен жасалған қима, яғни шұжығымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.